Құрметті менің көрермендерім, Kazakh English арнама қош келдіңіздер. Бұл арнаның бар болғанына 1,5 жылдан аса уақыт өтті. Осы уақытқа дейін мен тек қана шортс видеолар салып жүргенмін. Енді бүгіннен бастап сіздер үшін ағылшын тілін үйрену үшін толық видеолар салатын боламын. Бұл видеолардың ішінде ағылшын тілінің грамматикасы, мысалдар, жаңа сөздер, әңгімелесу, сұрақ-жауап, тағы басқа болады. Оның барлығы ағылшын және қазақ тілінде түсіндіріледі. Сондықтан менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл арна жайында достарыңызбен, жақындарыңызбен, туысқандарыңызбен, бәрімен бөлісуге болады. Енді бастайық. Present continuous tense. Now осы жақ. Дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті, қимылды білдіреді. Еске түсірейік, қайталайық. Қалай құралады? Be plus verb plus ing. Көмекші етістік, негізгі етістік және ing жалғауы. Be өзгереді. Келесі есімдіктерден кейін есімдік pronoun. I, he, she, it, you, we, they. You деген сіз, сен, және сіздер, сендер. Жекеше және көпше түрде. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. So am, is, are the forms of the verb be. For example, I'm singing. He's smiling. She's dancing. It is shining. We are listening. You are reading. They are swimming. Болымды түрі, negative. Нотты қайда қоямыз? Көмекші және негізгі есімдіктердің арасына нотты қоямыз. I'm not singing. He's not smiling. She's not dancing. We are not listening. You are not reading. They are not swimming. Енді сұрақ жасаймыз. Қай сөздер ауысады? Есімдікпен көмекші есімдіктердің орындары ауысып кетеді. I'm singing. Am I singing? She's dancing. Is she dancing? Деп ауыса береді. Енді осы қарапайым сөйлемдерге біз direct object'ті қосайық. Тікелей толықтауыш. A noun or pronoun which receives the action done by the subject in a sentence. Бастауыштың атқарған қимылын қабылдайтын мүше толықтауыш. Бұл direct object деген көбінесе transitive verb деген қолданады. Transitive verb деген direct object'ті қабылдайтын етістік. For example, I'm singing a song. Мен ән айтып тұрмын. Singing a song. Мен ән айтып тұрмын. You are reading a book. Сіз кітап оқып жатырсыз. Бұл жерде transitive verb, a book, direct object. Object of a preposition occurs after preposition. Яғни предлогтан кейін қолданатын толықтауыш. Предлог дегеніміз біздің қазақ тілімізде болмайды, ағылшын және орыс тілінде болады. Мысалы, he's smiling at her. Ол оған күлімсіреп тұр. At her. Әттенге қолданып тұр. We are listening to you. Біз сізді тыңдап тұрмыз, Listen to бірге қолданады. Listening to you. To-дан кейін қолданады. Сізді тыңдап тұрмыз бұл жерде. They are swimming in the pool. Олар бассейнде шомылып жатыр. In the. Ішінде in деген. Иннен кейін pool қолданып тұр. Енді adverb'ті қояйық. Adverb істеу. It describes the verb. Яғни істі сипаттайды. Істеу. For example, she's dancing well. Ол жақсы билеп жатыр. Билеп жатыр, билеп тұр, мағынасына қарай жатыр, отыр, тұр деп аудара береміз. It is shining brightly. Ол жарқырап тұр. Мысалы, brightly, Енді present continuous tense'ге көбірек мысалдар келтіру үшін келесі видеоларды қарайық. Are you dancing now? Қазір билеп тұрсың ба? Charlie's writing on the wall. Чарли дуалға жазып жатыр. Dexter, are you listening to me? Yes, I'm listening. Dexter, мені тыңдап тұрсың ба? Тыңдап тұрмын. I'm not bothering you, am I? Саған кедергі келтіріп тұрған жоқпын. Солай емес пе? Бұл мысалдардан нені түсінеміз? Now дегенді қазір, now, right now, дәл қазір. What деген сұрақпен келетін болсақ, present continuous. What are you doing now? Қазір не істеп жатырсыз, So, what are you doing now? What are you doing right now? Дәл қазір істеп жатырсыз. Осындай көмекші сөздермен қолданып present continuous сұрағын құрастырамыз. Және мына жерде жоқ деген қысқаша жауаптар болады, мысалы сұраққа. Is she dancing? Ол билеп жатыр ма? Yes, she is. No, she's not. Жоқ. Is he smiling? Yes, he is. No, he's not. Are we reading? Yes, we are. No, we are not. Біз кітап оқып жатырмыз ба? Жоқ. Деп жауап береміз. Және де мына жерде мен саған кедергі келтіріп тұрған жоқпын, солай емес пе деген сұрақ tag question деп аталады.
екі бөліктен тұрады. Біреусі болымды болса, екіншісі болымсыз, біреусі болымсыз болса, екіншісі болымды болады. Қарама-қарсы мағынада. Мысалы, she's dancing. Isn't she? She's not dancing. Is she? We are having fun. Aren't we? We are not having fun. Are we? Көрдіңіздер, бір-біріне қарамасы. Сонымен present continuous сұрақтарыңыз болса, төменде қоя кетіңіздер. Ол сұрақтарға жауапты біз келесі видеода тағы да талқылап өтеміз. Келесі біз 5 жаңа сөз өтеміз. Бұл сөздер көп кездесетін сөздер. Интернетте көп кездеседі, мақалаларда, мәтіндерде. Бірінші сөз scorching. Аптап, өте ыстық деген біледі. Мысалы, scorching day, аптап күн. Scorching summer heat. Бұл жерде шыдатпайтын жазғы ыстық. Аптап деген, ыстық деген, шыдатпайтын деген мағынада білдіреді. Жалпы мағынасы өте ыстық деген, scorchingді қолдансаңыз болады. Жазға қатысты scorching summer, scorching day, өте ыстық күн, аптап күн. Келесі сөз allude to, меңзеу, қозғамау, тұспалдау деген мағынада білдіреді. Don't allude to this question. Бұл сұрақты қозғамаңыз, allude to бірге қолданады. Мына сұрақ қозғамау мағынасында, қозғамаңыз. Екіншісі, I'm not alluding to you. Мен сізді меңзеп тұрған жоқпын. Меңзеп тұрған жоқпын. Немесе сіздеп тұспалдап тұрған жоқпын деген сияқты мағынада, екінші осылай мағынада қолданады. Үшінші, жиі кездесетін сөз hold on to. Көбінесе қолданады. Hold on to деген ұстап тұру, немесе сақтау деген мағынада, таймау деген мағынаны білдіреді. Hold on to the last. Соңына дейін берілмеу, берілмеу, таймау деген мағынада. Hold on to my arm. Менің қолымнан ұстаңыз. Бұл жерде ұстау. Тура мағынасында, жалама мағынасында, таймау, берілмеу деген мағынаны білдіреді. Hold on to. Төртінші сөз step aside. Өз айтып тұрғандай, шегіну, step aside. Мысалы, you'd better to step aside. Сізге шегіну дұрысырақ болады, step aside. Шегіну дұрысырақ болады. You'd better деген жақсырақ, дұрысырақ деген мағынаны білдіреді. Осындай. Енді соңғы сөз бізде blackout. Қараңғылау, құпиялау деген мағынаны білдіреді. For example, they blacked out the stage. Олар сахнаны қараңғылады. Мысалы, they blacked out the room. Олар бөлмені қараңғылады. Тағы да бір мағынасы бар екен. I blacked out. Мен есімнен таныдым. Талып қал, есінен тану деген мағынаны білдірген. Blackout деген. Осы екі мағынада қолдана беруге болады. Жазып алыңыздар, жаттаңыздар, контекстте қолданыңыздар, мысалдар келтіріңіздер төменде тағы да. Мен тексеріп өтемін. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Енді сіздерге айтатын кеңесім, ағылшын тілдеріңізді дамытқыларыңыз келсе, бірден көптен бастамаңыздар, аздан бастаңыздар. Мысалы, күнделікті 5 сөз жаттау. Дәптерге жазып жаттау, қағаздарға жазып қойып, жабыстыру, бөлмеге, немесе бір суреттерге байланыстыру өзара, мысалы. Бір суретке қарап, бірден сөз еске түсіру, әркім әртүрлі өздерінің жолдарымен жаттай береді. Сол сияқты тағы да тыңдау, мысалы, аудиолар тыңдау, видеоларды тыңдау, фильмдер қарау, бірінші субтитрмен кейін субтитрсіз жайлап көбейте бересіздер, өздеріңіздің қабілеттеріңіз шамаларыңызға қарай. Менің видеоларымды қараңыздар, грамматиканы талдаймыз, талқылаймыз, мысалдар келтіреміз, әңгімелесеміз және сұрақтарға жауап беремін, және ол сұрақтарды әр видеода талқылап өтеміз. So take a small step every day to reach your goal. A small step. Thank you for watching. Рахмет. See you next week. Келесі аптада кездескенше.